Қайырлы күн, мен Бекболат Жанриза, Алматы энергетика және электронды технологиялар колледжінің менеджмент мамандығының 2-ші курс білім алушысымын. Жетекшім арнайы пәндер оқытушысы Сериханова Ақбота Берихановна. Менің жобам Softstyle стилистік қызмет көрсетуді ұсынады. Бұл жоба әр адамға өз стилін табу жолын оңтайландырады. Жобаның құнды ұсынысы тұтынушылардың уақытын үнемдеп, сымбатына сай индивидуалды стилін табуға көмектесетін сауда орталықтарына бірге барып, дұрыс комбинациялар жасау бойынша кәсіби стилистік қызметін көрсету, гардеробына талдау жасап, киімдерді сұрыптау. Біздің ерекше ұсынысымыз ол сәбиі бар аналарға стилін таңдау барысында қосымша бала күтімі бойынша қызметті ұсынамыз. Тұтынушы сегменттері 16 жастан асқан бойжеткендер мен әйел адамдар, декреттегі аналар, артық салмағы бар әйел адамдар мен зейнеткерлер. Біздің өткізу арналарымыз TikTok және Instagram әлеуметтік желілер мен блогерлермен бартар арқылы жарнама. Клиенттермен қарым-қатынас. Тұтынушыларға алғашқы консультацияны тегін көрсетеміз. Жинақ купондарына 3 маусым қызмет алған тұтынушыларымызға 4-ші маусымға 20% жеңілдік, және де көп балалы аналар мен зейнеткерлерге 30% жеңілдік. Жобаның 2 кіріс көзі бар: Basic Shopping және Top Shopping. 2 кіріс көзі бойынша бір айда жалпы 12 миллион 200 мың теңге кіріс көзі жоспарланып отыр. Жобаға қажетті негізгі ресурстар: стилистік қызметтің лицензиясы, кәсіби стилистің командасы және де сапалы видео контентке керек жабдықтар. Біздің негізгі әрекеттер: жеке кәсіпкерлікті тіркеу, банк шотын ашу, Instagram және WhatsApp'тан бизнес аккаунт ашу. Біздің жұмыс кестеміз аптасына 5 күн, сағат таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін қызмет көрсетеміз. Қызметтің негізгі түрлері: тұтынушылардан тапсырыс алып, онлайн консультация мен офлайн кездесулер жүргізу, шопинг жасау, тұтынушылардың гардеробындағы киім-кешектеріне сұрыптау қызметін ұсыну. Негізгі серіктестер: Мегацентр Алматы және де Гранд-Парк секілді сауда орталықтарының бутиктері. Жоба шығындары: еңбек ресурстарына жалақы, патент негізіндегі арнаулы салық режимі бойынша шығындар және де таргетке кететін шығындар. Жарқын киім адамның ажары демекші. Менің жобам ұсынатын қызметтердің көмегімен өзіңіздің жарқын стиліңізді табыңыз.